мағынасы мына ана батыр туған деген. Әрбір өрнектің өз несі бар. Мына қошқар мүйіз, благосостояние, достаток семей дейді. Мына басындағы айбалта дейді, батырлар мен билердің үйлене салған тамдар. Қай уақыттан бастап кигіз үй жасап келе жатсыз? 10 жылдан асып кетті ғой. Бұл ағаш, сіздің кигіз үй жасаған ағашыңыз қай жақтың ағашы? Бұл аққайын. Аққайын солярный лес емес, бұл аққайыннан тек қана қатты ағаш болғаннан кейін күректің сабын жасайды. И жаңағыдай фанер ғана жасайды. Вообще, Нурлан аға автор станков вот этих вот. Бұл станок единственный экземпляр в мире, который существует автоматизированный. Осы кигіз үйді жасайтын, не? Мынау оқ жасайды, мынау кереге жасайды, анау шаңырақ жасайды, анау күгелеу жасайды, ана материал, мынадай материал аққайын. Қарлығаш жүр. Қарлығаштар қандай бұл? Қарлығаш көп. Кигіз үйдің ішіне де үй салып, иә? Осы қазақ үймен айланысқаннан кейін қарлығаш пайда болды. Мана біздің базада айтып отырмын ғой, ЖК Ласточек деп. Ішінде бір 50-60 үй бар. Өшеге ЖК Ласточек деп айтамыз. Мынау енді жағында ағашпен таза қалмақ. Сізге рахмет, бүгін күшті съемка болды еще, осындай өзіңіздің дүниеңіз қандай әдемі, әрі Нұрлан ағамен таныстырып жатсыз. Егер қандай да бір шара болса, міндетті түрде айтыңыздар, келе қоям. Біздің бағдарлама енді таңғы бағдарлама болсын, кішкене аздау уақыт болады, 3 минуттық, 4 минуттық, бірақ оның өзі жаңағыдай күшті үлкен еңбекпен түсіріледі, әдемі болады. Сондықтан аға мен келейім, алла жазса, сізге асықпай. Түстен кейін бір түсіруге, иә? Жақсы. Ал жүріңіздер. Бұл жерден қазір мынау немізбен Ауыл партияның рекламасы басталды ғой, 20. Сол жердегі председатель шаңырақ көтеріп, жан-жақта кандидаттар оқ салған өшеде түсірілім болды. Ауыл реклама жасайды. Раньше это я нового не верил. Сейчас вот эти сундуки здесь петли ставят, они ломаются. Потом здесь петли ставят. Раньше этого не было. В старину этим пользовались. Здесь вот ручки көтеріп жүре береді. Мынаны ашатта, жаңа салатын заттарын салатта, бұл жерде темір жоқ, не Аның ішіне ет те сақтаған, құрт та сақтаған,